балалар, қызыл бантиктер, сендер бірінші топқа отырамыз. Барлығымыз қызыл бантик, қызыл галстуктан 8-10 отырамыз. Барлығымыз. Екінші топ, сендер сары бантиктер. Екінші топқа отырамыз. Үшінші топ, сендер көк бантиктер үшінші топқа отырамыз. Орнымызды жайғастырамыз. Барлықтарыңыз. Ал енді балалар, барлығымыз топқа отырып болды. Енді мен сендерге топтарының определение. Бірінші топ сендер бағдаршам тобы боласыңдар. Екінші топ жүргізуші тобы боламыз, я? Үшінші топ сендер жол белгілері топтары боласыңдар. Міне балалар, біз осы уақытқа дейін балалар жолда жүру ережелеріміз күнделікті сабақтарда өтіп жүрдік. Балалар, міне енді біз осы жолда жүру ережелерін пысықтай отырып, бүгін біз жолда жүру ережелерін білесіңдер атты тәрбие сағатын бастаймыз балалар. Міне жолда жүру ережелерін балалар, әрбір бала, әрбір адам білуге міндетті екен. Ал енді балалар, осы көшеде жүру тәртібін білмесе, неге әкеп соғуы мүмкін балалар? Кім айтады? Баласа айтып жүре ғой. Көшеде жүру тәртібін орындамау, көліктердің жүріп тұруына кедергі келтіреді. Жұмысшылар жұмысқа, оқушылар сабаққа, дәрігерлерге басқа да. Баратын жерлеріне дер кезінде жарайсыз, отыра ғой. Ал сен қайда ғой? Жарайсыңдар. Міне балалар, олай болса, осы көшеден жүру ережелеріне байланысты мен сендерге біраз сұрақ қояйыншы балалар. Осы жол дегеніміз не екен? Кім айтады? Зерен, орныңыздан кім айтады ғой? Жол деген сөздің өзі көлік құралдары мен жүргіншілер қозғалатын аумақ қамтиды. Бұл қалалар мен ауыл жерлер, олардан тыс жерлердегі жолдар, көшелер мен бұрылыстар. Жол көліктер мен жаяу жүргіншілерге арналған дегенге бөлінеді. Жарайсың, өте тамаша. Және айта қойыңыз. Жолда жаяу жүргіншілер мен жүргізушілер болады. Жүргізушілер болады, автобустар мен автокөліктер жол алыбымен жүреді. Ал жаяу жүргіншілер тротуар немесе көше бойынан оң жақ жолмен жүруі керек. Жарайсың. Енді балалар, осы жол бойындағы сызықтар мен белгілерді қалай айтаймыз? Қалай айтаймыз? Сызықтарды, жол белгілерді қалай атаймыз? Жол белгілері деп атайды екенбіз, я? Біз енді балалар үнемі тротуармен жүре бермейміз, я? Көшеден өткен кезде қалай өтеді екенбіз? Айсел, жауап берші. Біз көшеден қалай өтеміз? Көшеде тек жаяу жүргіншілер өтпесі арқылы біз өтуіміз керек екен, я? Ал енді сол жол несін қалай атаймыз? Жол өтпесін қалай атаймыз? Не деп атаймыз соны? Жол деп атаймыз, немесе зебра деп атайды екенбіз. Отыра ғой. Айт көркем. Жолмен көшеде өтеді жаяулар, көліктердің бәрінің жылдамдығы баяулар, қалмасын жұрт жолынан деп жол береді көліктер, зебраның жолынан алмайды өзі келіп қой. Жарайсыздар балалар. Ал енді балалар, біз мына тақтада не көріп тұрсыңдар? Бағдаршам. Ал бағдаршамның қызыл көз жанғанда не істейді екенбіз? Айта ғой. Қызыл көзін ашқанда сынық сүйем баспалға. Сары көзін ашқанда қарап қалма аспанға. Айт көркем. Жасыл көзін ашқанда өте бермей аспанға. Жарайсыздар. Ал енді балалар, осы кішкене бағдаршам ойын ойнап жіберейікші балалар. Мен сендерге қызыл дөңгелекті көтергенде не істейсіңдер? Отырасыңдар. Сары
тұрасыздар, ал жасыл дөңгелекті көтергенде орындарыңызда жүреміз қан. Ал енді балалар, осы жолдағы жол белгілері не үшін керек деп ойлайсыңдар? Ана жол белгілері не үшін керек деп ойлайсыңдар? Айсәуле, кім айта алушыны? Жол белгілері жолда Қозғалысты реттеуге көмектеседі екен, иә? жүргіншілер мен жаяу жүргіншілер Жол апаттарынан сақтануды ескертеді. Қайда баруға болады. Жарайсыңдар. Енді балалар, осы біз сендерге топтық жұмыс беремін. Бірінші топ сендер қысқаша бір көрініс ұйымдастырасыңдар. Екінші топ сендерге бағдаршамды беремін. Сендерге осы бағдаршамды маған түсіндіріп бересіңдер. Ал үшінші топ сендер белгілер туралы маған айтып береміздер. Ал қайсы топ дайын екен? Қай топ дайын? Келе ғой, үшінші топ. Жол белгілер туралы, өздерінің жол белгілер тобы келе ғой. Белгілерді қысқаша айтып өтеміз қан. Келе ғой, шыға беріңдер. Кезекпен шыға беріңдер балалар. Баспалдақпен жер асты жолына түсу. Жарайсың, кәні. Келе бер, кезекпен кеп айта береміз. Балалардың Жол жүруге тыйым салынады, иә? жаяу жүргіншілер жолы. Келе ғой, тағы да. Қандай белгілер? Велосипедшілердің жолдары екен, иә? Сол арқылы, егер де осы велосипедтің суреті тұратын болса, балалар, біз не істейді екенбіз? Велосипедпен жүреді екенбіз, иә? Ал енді балалар, осы жол белгілеріне тыйым салынатын белгілер туралы маған қысқаша бір айтып жіберіңдерші мәселеге, айтып жүрші маған. Иә. Қозғалыс. Атауында не салынады екен? Тыйым салынады. Жарайсыз, өте тамаша. Ал қайсы топта болдыңдар? Екінші топта айта қойыңдар. Қазір. Жасыл сарғайында адамдар жүреді. Сары сарғайында машиналар дайындалады. Иә, біз қарап қалмауымыз керек, соған жаңағы не істеуіміз керек екен? Дайындалып тұруымыз керек екен. Қызыл жанғанда тоқтаймыз. Отыра ғой. Ал үшінші топ келе ғой. Қысқаша көрініс құрастырамыз қан. Жарайсыңдар. Сетет шыдамыздан шығамыз балалар. Қан. Кім шығады машина? Иманғали ма? Үйреніп қалды ғой, кел Иманғали. Иә? Иманғали шығасың ба? Мұқағали келе ғой. Қайсың шығасың? Кел Мұқағали. Жасыл түстерді жүреді. Сары түстерді машина дайындалады. Қызыл түстерді машина сонда біз қай түсте жүреді екенбіз, қыздар? Жасыл түсі жанғанда жүреді екенбіз. Ал Мұқағали, сен қай түс жанғанда жүреді екенсің? Қызыл түсі жанғанда жүреді екенбіз. Жарайсыңдар. Міне өте керемет балалар. Ал енді балалар осы ақпараттық көрсеткіш белгілер туралы не айта аласыңдар? Нұрай? Нұрай, ақпараттық көрсеткіш туралы айтып жүрші маған. бұл топтағы берілген жол қозғалысына қатысушыларға жаяу жүргіншілерді тез орналасқан жер, қоғамдық көлік аялдамасы, жаңа көлік тұратын
жатқан жерлер, иә? Міне. Тағы да автобуспен немесе трамвайлардың, троллейбустардың тоқтайтын жері. Отырады. Ал енді балалар, өте жақсы. Барлықтарыңыз жол белгілерін үнемі естеріңізде сақтап жүріңдер, иә? Ал енді мына жерде мына суретке қараңдаршы балалар. Мына суретте не көріп тұрсыңдар? Кім айтады мына сурет бойынша маған қысқаша айтып беріңдерші кәні? Жылдам. Зере айта отырмын. бұл жерде анасы мен қызы қызыл түс жанғанда зебра жолымен өтіп бара жатыр. Қызыл жанғанда өтіп бара ма? Не істеді? Қызыл жанғанда тоқтайды. Иә, нені күтіп тұр, иә? Машиналар тоқтап, енді бұл дайындалып жатыр екен, иә? Ал енді мына суретке қараймыз, кәні. Кім айтады? Қалай көркем? Бұл жерде? Бұл жерде көліктер өтіп бара жатыр. Ал енді әжесі мен екі баласы екеуі. Осылардың іс-әрекеттері дұрыс па осы? Жоқ, дұрыс емес. Өйткені олар көлік жүретін жерден кетіп бара жатыр. Иә, бұлар әлі машина тоқтаған жоқ, бірақ бұл не істеп жатыр? Жүріп кетіп бара жатыр екен, иә? Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, осы бүгінгі біздің жаңағы айтып сендерге, біздің ауылда, біздің жерде жаңағы қоғамдық көліктерді пайдалануға да жаңағы болмайды екен, иә? Пайдаланбасақ та болады екен. Біз жаңағы жаяу жүре беруімізге болады екен. Ал енді қалалық жерлерде сол жаяу жүруге бола ма? Олар немен жүреді? Немен жүреді? Автобус, көліктермен жүреді екен, иә? Дана осы автобус туралы қысқаша айтып кетші кәні? Қандай ережені сақтау керекпіз біз автобусқа мінген кезде, қалаға барғанымызда? Автобуста аялдамыз. Тыныш балалар. Жарайсың. Біз жаңағы автобустың артқы есігінен кіреміз, иә балалар, иә? Қалағымызды өзіміз көп қыдырар екенбіз. Сол кезде балалар есімізге сақтайды екенбіз, иә? Біз автобустың артқы есігімен кіріп, қыздар алдыңғы есігімен шығамыз керек екенбіз. Міне балалар, енді жақсы. Енді сендер көшеде жүру ережелер жайлы көп әңгімеледіңдер, иә? Ал енді балалар осы жол белгілерін білесің бе атты кішкене жаңағы көрініс құрып жіберейік, иә? Міне, жаңағы 3 бала шығайықшы контактадан. 3 бала. Шығамыз, кәні. Міне, 3 оқушы дейін балалар, қараңдар. Қай жерде ойнауға болады, қай жерде ойнауға болмайды екен, иә? Міне, 3 бала мектепке келе жатыр дейік. Бұлар сабақта келе жатыр. Міне, сабаққа келе жатыр, бұлар көшеде ойнап келе жатыр. Ал енді осы 3 бала көшеде ойнап келе жатыр, бір-бірімен алысты. Бір-бірімен алысып, бір досын жолға итеріп жіберді. Ал енді балалар, осы 3 баланың әрекеті дұрыс па? Кім айтады? Кім айтып береді? Айсел. Біріншіден, бұл 3 бала жолдың ортасында не істеді? Жолдың ортасында ойнауға бола ма балалар? Болмайды екен. Екіншіден, Имамғали мезатты итеріп жіберді, иә? Сол кезде артынан не кетіп қалды? Көлік кетіп қалды, иә? Ал егерде оны досы құтқармаған жағдайда ол неге ұшырауы мүмкін еді? Апатқа ұшырауы мүмкін еді, иә? Отыра қойыңдар. Міне балалар, осындай ережеге сай емес ойындарды кездейсоқ апатқа кезіктіреді екен, иә? Сондықтан біз балалар жолда жүру ережесін мұқият сақтауымыз керек екен. Көшенің ортасында ойнауға болмайды екен, иә? Міне, жарайсыңдар, өте керемет балалар. Енді балалар, осы бүгінгі біздің тәрбие сағатымызды қорыта келгенде балалар, біз осы жолда жүру ережесін мұқият есімізге сақтауымыз керек екен. Жарайсыңдар балалар. Сау болыңдар.